сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін ерекше пирог, хит пирог, карамельді сникерс пирогын жасаймыз. Видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай 2 жұмыртқа, оған жарты пиала қантты салдым. Жақсылап араластырамыз. Видеодан көргендеріңіздей жарты пиала тұзды дәнек, разрыхитель және пампушка алдым, маргарин және варенка. Қалауларыңыз бойынша кез келген маргарин қолдансаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы маргаринді алып, мына жерде менде кішкене көбірек болып тұр, сондықтан көз мөлшермен өлшеп жартысынан көбін қостым. Сіздер ертіп құйсаңыздар да болады, бірақ бөлме температурасындағы тұрған майды осылай теркадан өткізсеңіздер жақсырақ дәм береді. Толықтай өткіздім. Енді разрыхитель қосамын. Тағы да кішкене араластырдым да, разрыхитель қостым. Разрыхительді 2 чайный ложка қосамыз. Тағы да араластырамыз. Одан кейін қалауыңыз бойынша ұн қосасыз. Мен мына жерде жұмсақ масса, жұмсақ қамыр илеп алдым. Қалауларыңыз бойынша жұмсақ қылып илейсіздер, ұнды қосып жұмсақ қылып илейсіздер. Өте жақсы песочный қамыр болады. Біркелкі етіп илеп, дайын массаны формаға жайғастырамыз, орналастырамыз. Мына жерде жұмсақ болғаннан кейін кішкене тағы да ұн қостым шамалы. Мына жерде пергамент төсеп формаға орналастырдым. Кішкене бортик жасадым шетіне, вилкамен тегістеп. Содан варенканы ашып, бетіне біркелкі етіп орналастырдым. Варенканың көп болғаны жақсы. Қою көбірек қоп саласыз, бірақ осы бір банка варенканың кішкене ғана бөлігі қалады. Жартысынан көбін қосасыздар. Тұзды дәнек алдым, арахис. Бөліп қоссаңыздар болады, бөлмей бүтіндей қоссаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша. Дәнекті де қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Көбірек мен кішкене молырақ қостым. Молырақ болған сайын тоже дәмі ерекше болады, тәтті болады. Кез келген әркімде әрқалай пеш болғандықтан қарап тұрып пісіресіз. Мына жерде мен беткі бөлігіне пісірмес, пешке салмас бұрын 2 печеньені үгітіп, қолмен үгітіп, бетіне септім. Пісіріп алдым пеште. Мына өте жұмсақ, сондай дәмді болып шықты. Ас болсын. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.